Біз қазір Абайдың маңдайының тері тамған, табанның ізі қалған өмірінің соңғы кезде қаншама асыл дүниелерді, құнды еңбектер дүниеге кірген Жидебайдағы Абайдың үйдің қасында тұрмыз. Қазіргі кезде мұражай қызмет атқарып тұрған бұл үйге бірге сапар шегейік. Қорық мұражайдан қысы-жазы кісі аяғы үзілген емес. Қызметкерлердің айтуынша 1995 жылға дейін мұражайға келушілер қарасы сиректеу еді. Ол кезде кесене де жоқ, мұражайда жұпыны. Сыры терең, сыны биік тұлғаның 150 жылдық тойынан кейін Абай құнарынан қуаттанушылар қатары тіптен молайған. Бұл мұражай ұжымының шығармашылық жауапкершілік жүгінде салмақтандыра түсті. Өз ісіне құлшына берілген қызметкерлер сағаттап сөйлеуге де дағдыланды. Осындай қалың нөпір арасында ақынның тау тұлғасын танытып жүрген зергер жазушылар да ұшырасады. Бір нәрсе жетіспей тұр екен, Әлихан Бөкейхановтың суреті. Абай танудың негізін салған Абайды зерттеуші Мұхтар Әуезов, бірақ Абайды алғаш танытқан қазаққа Әлихан Бөкейханов болатын. Ол кезде мемлекеттік думаның мүшесі арнайы келіп, Абайдың ұрпақтарымен кездесіп, ұрпақ дегенде жақсы ұлдар өліп қалған, Ақылбай мен Мағауия, Тұрағұлмен кездесіп, Кәкітайға менен арнайы тапсырып, Петербургтан бәрін ұйымдастырып, Абайдың алғашқы жинағын шығарған 9 жылғы Әлихан Бөкейханов болатын. Біз оны айтпай келдік осы уақытқа дейін. Енді ол да біздің қазақтың баспасөзінде аталған болу керек. 100 жылдығы Абайдың алғаш кітабының шығуы. Бұл қазақ әдебиетінің бір бетбұрыс кезеңі, Абайды елге танытқан. Сол Әлекеңнің суреті болу керек бұл жерде, анықтап айтылу керек. Жидебай қазақтың жаңа әдебиетінің қазығы қағылған қасиетті мекен. Қабырғалы қаламгер өзінің мұражайға мың келсе де, жаңа келгенде күй кешетінін айтты. Өлмейтін сөз, өшпейтін қазына қалдырған алыптың бірсыпыра құнды мұраларынан көз жазып қалғаныңыз белгілі. Абай шәкәрімдей тау тұрпатты тұлғалардан қалған сол мұраларды тірнектеп жинап, түбегейлі зерттеп, зерделеп жүрген жазушының өзі қай қырда жүрсе де, өз елінің ұлыларына деген сүйіспеншілігі барынша жоталана көрініс бергендей. Мен тағы бір жазғаным бар, айтып, мақтан десе де болады. Онда айтқам, мен Абайдың тізесіне жеткен кезде, ойлап қараңыз, Абайдың алып қой. Мен оның тізесіне жеткен кезде, қазақтағы бұрынғы соңғы қалам ұстаған жұрттың бәрі менің тобығымда қалады деген. Елестетіп көріңіз, Абай деген алып болатын болса, мен оның тізесіне жете қалсам, иә, ол қалған қазақ тіпті төменде қалады. Ол Абайды асқақтату, Абайды көтеру. Абайды біз ұқтық, түсіндік, таныдық деп айта алмаймыз. Абай танудың басы ғана бұл.